Allah razы болсын. Бүгінгі күні жиынның басты тақырыбы мемлекеттік тілді қолдау, мемлекеттік тілді қорғау деген тұжырымға тіреліп отырғанның өзі біздің мүшкіл қалымыздың, біздің бейшара күйіміздің тағы бір дәлелі. Себебі бұл мемлекеттің тілі, мемлекеттің туы, мемлекеттің жаңа бауырларымыз айтып кетті, ата заңы, мемлекеттің шекарасы сияқты қорғалу керек. Соны бұзған адам қылмыскер ретінде жауапқа тартылу керек. Міне, тек осы тұжырымға, осы заң жүзінде осыны бекіткен жағдайда ғана адам қандай жағдайда сыйлайды? Адам күні қараған жағдайда сыйлайды, болмаса қорыққан жағдайда сыйлайды. Күнін қарату керек, және қорқыту керек. Сен ертеңінде жоқ, бүгініңде жоқ деу керек. Мысалы, тілім деп тілін емізгендердің өзінің әздегі мен боздағы қазір шекара асып, мұхит асып кетті. Олар салтанатты өмір салтын құруда. Оған елде керек жоқ, оған ділде керек жоқ, тілде керек жоқ, оған күн көру керек. Күн үшін тірлік істеген. Ал енді мемлекеттік тіл деген кәдімгі мемлекетте ауа жұтып, нан жеп отырған адамның бәрінің кәдімгі күнделікті ішетін тамағындай қажеттілікте болу керек. Мысалы, біздің мемлекеттік тілдің осындай қалға түсуі біріншіден жаңағы шын мәніндегі жүйенің қауқарсыздығы. Шын мәнінде азаматтар ашық айтып отыр, ашық айтып отырса да кәдімгі анық айтып отыр. Мұны біз мойындауға міндеттіміз. Мұны біз көз жұмбайлықпен қарағанменен шын мәнінде қазір қазақтың тілі, қара қазақтың, қазан ошақтың айналасындағы өзара тұрмыстық қарым-қатынас құралынан асқан жоқ. Мысалы, біздің мына ұлы Абайдың көшесін аралаңыз, ұлы Сүйінбайдың сөз түрінің көшесін аралаңыз. Солардың бір ауыз сөзін сіз көресіз ба? Сол жердегі ана жартылай жалаңаш әйелден басқа не көреміз? Бізді сырттан келген адам басынбай не істейді? Сығалап келген адам сыналап кіреді дағы өзінің білгенін істейді. Өйткені албастыда қабаққа қарай басады дейді. Егер біз шын мәнінде өзіміздің тілімізде сөйлеп тұратын болсақ, өзіміздің салтымызды ұстап тұратын болсақ, олар айылын жиып аяғын тартар еді. Ол үшін бізде ең бірінші намыс өлмеу керек. Тілі өлген адамның, тілі өлген халықтың үні өледі. Үні өлген халықтың күні сөнеді. Біз арғы тегімізді, тамырымызды сақтау үшін әрқайсымыз мынау менікі деп қарауымыз керек. Мысалы, біздің салт дәстүріміздің құлдырауына байланысты, салт дәстүрдің ескінің қалдығы деп аталуына байланысты қанша біздің сөздік қорымыз өлді. Мінекей мынау әйел заты ретінде, мына өзіміздің киелі кимешекпенен айданысып жүргенім бір 10 шақты жыл болды. Сонда бір ғана бөз бүршік, жұрт оны хиджаб дей салады, болды мысалы басқа жерлерде. Болмаса орамал дей салады. Бір ғана кимешектің бойында 40 түрлі атау бар екен. Біздің мынау астымызға байланысты. Бір ғана қолдан сықпалаған құрттың өзінде 12 түрлі витамин бар екен. Біз осының бәріне неге ие болмаймыз? Мысалы, біздің тіліміздің киесі қашса, ең бірінші, бізді тілдің, Алланың сыйы, ата-бабаның аманатының киесі атады. Ал кие ұрған халық ешқашан өсіп өнбейді, көгеріп көктемейді. Астағфиралла, бізді ондай халға келуден Алла сақтасын. Қазір біздің кішкентай болса да осы мәселені осындай мемлекеттік деңгейде, осындай әкімшілік деңгейде көтеріп отыруымыз және ашынып айтуымыз, ашып айтуымыз, басып айтуымыз, кесіп айтуымыз әлі де болса біздің болашағымыздан, әлі де болса біздің жаңағы бір тілдік деңгейде әлі де болса үмітіміз бар деген сөзде ойлаймын. Ал енді бұл бір күнгі ғана жаңағы жиналыстың ғана тақырыбы болмау керек, күнделікті өмір салты болу керек. Сол күнделікті өмір салты болғанда ғана таңертең мысалы тамақ ішпейсіз көшеге шығып көріңізші. Сол сияқты кәдімгі біздің рухани нәріміз болу керек. Рухани сәніміз, рухани мәніміз болу керек. Біздің бет пердеміз, бет жүздігіміз болу керек. Тіл деген біздің тамыры терең. Соның киесін үркітіп алмайықшы.
біз халық ел болып кәдімгі жер бетінде сақталып қалу үшін біздің барымыз осы. Бізде сонау жоңғар шапқыншылығы кезінде, одан кейінгі 300 жылғы орыстың бодандығында біз сырт елменен осы қазақтың тілінде ел болып қалдық қой. Енді өз қолымыз өзімізге, өз аузымызға жеткенде бізді не қара басып отыр? Рахмет.